Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін Қазақстан Республикасының Конституциясын 2026-27 оқу жылындағы алғашқы педкеңесте мұғалімдер мен педагогтерге таныстыру керек деген оймен осы сабақ жарияланып отыр. Бірақ мүмкін сіздердің өздеріңіз басқаша форматта, басқаша мағынада, мазмұнда жасасаңыздар, әрине өздеріңіз білесіздер. Құрметті әріптестер, жалпы Қазақстан Республикасының Конституциясы тек қана педагогтерге емес, әрине ата-аналарға да таныстыру, ата-аналар жиналысында осы сабақты қолдансаңыздар болады. Бірақ әрине өз сөздеріңізбен осы слайд жеткізу негізінде осы слайдты қолдана аласыздар. Құрметті, слайдты телеграмнан аласыздар. Мен жалпы өз ойымды айтқым келеді. Қазақстан Республикасының Конституциясының преамбуласы бұл білім күні немесе Конституция негіздері сабағы заң және тәртіп қағидасын бойынша өтетін курстың бірінші сабағында тәрбие сағатында өту керек, талдану керек міндетті түрде. Қазақстан Республикасының Конституциясының преамбуласы бұл жалпы Конституцияның мазмұнын қысқаша жеткізеді. Преамбула бұл керемет, мәнді, терең мағыналы жасалған біздің бүкіл тарихымызды, жүріп өткен жолымызды, дәл қазіргі заманауи өмірдегі өмір сүру идеологиямызды айқындап берген преамбула. Сондықтан бұны барлығымыз білуіміз керек. Енді әріптестер, Конституцияның бірінші бабы әрқашан ол адамның өмірі бірінші орында тұратынын көрсетеді. Мемлекеттің ең жоғары құндылығы адам мен оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Яғни осы бапқа сәйкес мектепте бала өмірін сақтау, мектепке барар жолды қауіпсіздендіру, сапалы білім беру бірінші орында. Баланың өмірі бірінші орында біз үшін. Яғни мектепте барлық жер қауіпсіз болу керек, мектепке баратын, қайтатын жол қауіпсіз болу керек, және сол қайтарда жолдан өту ережелерін жақсы білу керек. Ересектер, ата-аналар жауапты. Педагогтер, біз барлығымыз жауаптымыз баланың өміріне. Конституцияның үшінші бабы толықтай күнделікті оқу мен оқыту философиясына енгізілуі тиіс. Яғни үшінші бабы біздің білім саясатымызды айқындап берді. Қалайша, яғни ең бірінші біздің Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі құраушы қағидаттары егемендік, тәуелсіздікті қорғау дейді, адамның және азаматтың құқықтары. Енді мен бұның барлығын оқымай ақ қояйын, сіздер өздеріңіз де оқыдыңыздар. Одан соң бұл екінші пунктте жазулы, яғни Қазақстан Республикасы адам капиталы, білімді, ғылымды, инновацияны дамыту мемлекет қызметінің стратегиялық бағыты деп жазылып тұр. Яғни бұл бізге қатысты, педагогтерге қатысты, отбасылар мен ата-аналарға қатысты. Неге? Біз баланың дамуына, баланың білім алуына біз толықтай жағдай жасауымыз керек, және өзіміздің оқу мен оқыту философиямызға керемет идеяларды, әдіс-тәсілдерді енгізіп, сапалы етіп оқытуымыз керек. Әрбір балаға қолжетімді болу керек. Ешқандай бала мынау сыныптағы күнделікті сабақта тыс қалмау керек. Енді тіл туралы заң түсінікті деп ойлаймын. Қазақстан Республикасы мемлекеттік тіл қазақ тілі деп тұр, байқаңыздар. Бірақ біз басқа да тілдерді қолдануды қолдаймыз. Өйткені біз көп ұлтты мемлекетпіз. 12-ші бапта былай жазылған: әр адамның құқық субъектісі ретінде танылуға құқығы бар. Яғни заңға сәйкес білікті заң көмегін алу. Мысалға, кез келген жасөспірімді болсын, кез келген адамды болсын, көшеде полиция ұстаған кезде ең бірінші не үшін ұстаған, қандай баппен оны жаңағыдай полиция бөліміне өтуді шақырады, оны полиция маманы таныстыру керек. Сол кезде болған адвокат ұсыну, оның барлығы қамтамасыз етілу керек. Ол ересек адам бола ма, ол жасөспірім бола ма, жаңа құқық бұзушы. Сондықтан не үшін жаңағыдай ұсталды, ол бірден сол кезде айтылу керек.
20 бап. Адамның ар намысы мен қадір қасиетіне қол сұғуға болмайды және олар заңмен қорғалады. Құрметті әріптестер, біз балаға жаман сөз айта алмаймыз. Бұрынғыдай әй бала деп те айта алмаймыз. Аузыңды жап деп те айта алмаймыз. Ұрса да алмаймыз. Жаман сөз де айта алмаймыз. Тіпті ол құқық бұзған жағдайда біз оған ешқандай дауыс көтере алмаймыз, құрметті әріптестер. Жаман сөзбен балағаттай алмаймыз. Тіпті мысалы сіз ата анасыз ба, сіздің балаңызды біреу басқа бала ренжітсе де сіз оған жаман сөз айта алмайсыз. Өйткені баланың құқығы заңмен қорғалған, конституциямен қорғалған. Енді тіпті балаға да емес, мектепте ұжымның арасында қарым-қатынас жасауда да біз мәдениетті болуымыз керек, абай болуымыз керек. Кеше жаңа әлеуметтік желілерде байқап жатырмын, кейбіреулер директордың іс-әрекетіне теріс баға беріп жатыр кейбір педагогтер. Өйткені педагогтерге жаман сөйлейді деген сияқты. Бұл мектеп болғандықтан мектеп мәдениеттің жоғары деңгейін көрсету керек. Сонымен қатар, мысалға осындай ар намысымды, қадір қасиетімді сақтау керек басқалар деп біз өзімізде басқаларға ешқандай бір зорлық-зомбылық, психологиялық, моральдық тұрғыдан көрсете алмаймыз. Қазір білесіздер, балалардың психикасы өте әлсіз. Мен естіп жатырмын, әлеуметтік желіде көріп жатырмыз барлығымыз. Оқушының жаңағы мұғалім тарапынан айтылған жаман сөзге көрсетілген қысымға шыдамай суицид жасаған. Сондықтан адамның қадір қасиетін қорлап жәбірлеуге не жазалауға болмайды. Бұл Конституцияның 20 бабы. Бұл ата-аналарға, ересек адамдарға, мектепте барлық педагогтерге таныстырылу керек бап деп ойлаймын. Жеке өмірге қол сұғылмау құқығына, жеке отбасы құпиясының болу құқығына, цифрлық технологияларды қолдануды қоса алғанда дербес деректерді заңсыз жинаудан, өңдеуден, сақтаудан және пайдаланудан қорғау құқығын заңмен кепілдік беріледі. Біз ата-аналар туралы түрлі ақпараттарды жинаймыз. Олардың жаңағы ЖСН дейміз ғой, иінді жаңағыдай жинаймыз. Олардың қай жерде жұмыс жасайтыны, қанша айлық алатыны, тіпті көп ақпараттар жинап, біз оны жоғары жақтарға жіберіп жатамыз. Жоғары жақ талап етіп жатады. Сондай бір түрлі таблицалар жасалып жатады. Бұдан кейін біз оған қол сұға алмаймыз. Мен енді білмеймін, биыл қандай болады мектепте. Бірақ адамның цифрлық құқығы пайда болды. Дербес деректерді заңсыз жинай алмаймыз. Одан да басқа отбасында болған құпия әңгімелерді жария ете алмаймыз. Бұл Конституциямен қорғалған, құрметті әріптестер. Жан-жаққа тарату, WhatsApp-қа жіберу деген сияқты мәліметтерге абай болуымыз керек. Еңбек ету құқығы, құрметті әріптестер. Енді мектепте көп әйел мұғалімдер декретке кетіп жатады, қайтып келген кезде өзінің орнында басқа біреуді істеп жатқанын айтып, кейін кел, 3 айдан кейін кел, сенің орның қазір бос емес деген сияқты әңгімелер айтылады. Яғни қайтып келгенде өз орнына келе алу керек. Оны нақты жаңағы басшыларды хабардар ету керек, жұмысқа қайтып оралатын адам. Яғни бұрын еңбек ету еркі, еңбек ету бостандығы бар деп жазылса, бұрынғы Конституцияда, қазір еңбек ету құқығы деп жазылған. Таңдау құқығы бар. Енді қараңыздар, еңбек ету құқығы заңмен қорғалады. Сіз осы мектепте жұмыс жасап жүрген, декретке кеткен адамды мектепке қабылдамай қоюға ешқандай құқығыңыз жоқ, егер басшы болсаңыз. Осы ескерілу керек. Сонымен қатар премия дейміз ғой, сыйақы алған кезде адамдарды бөліп жару, ол қалай болады? Мына жерде жазылып тұр. Кемсітусіз сыйақы алу деп жазылып тұр. Сондай-ақ әлеуметтік қорғалу құқығына заңға сәйкес кепілдік береді. Кейде біз премия беріледі, бірақ ол біреуге беріледі, біреуге берілмейді деген сияқты. Міне осыған да біз абай болуымыз керек, және барлық құқықтар сақталу керек. Конституцияның 30 бабы: балаға қамқорлық жасау және тәрбие беру ата-ананың етене құқығы әрі міндеті.
Құрметті әріптестер, біз ата-аналарға, мен ойлаймын, осы Конституцияны таныстырарда, жалпы олар мектеппен келісімшартқа отырған кезде, біз көп нәрселерді ата-аналарға хабардар етуіміз керек. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбек жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Яғни бұл екі жақты міндет: балаға қамқорлық жасау, ата-анаға қамқорлық жасау. Бұл екі жақты міндет. Сондықтан мынау балаға көркем әдебиет оқу, сенбі-жексенбі күні жаңағы гаджеттен босатып баланы бірге оқу, отбасылық клубты жүргізу, көршілермен бірге оқу, міне осындай клубтарды ашу, ата-аналар сіздер бас тарта алмайсыздар. Бұл Конституциямен бекітіліп отыр. Оқу мәдениеті деген үлкен тұжырымдама пайда болды. Сондықтан ол ата-аналарға да қатысты. Бұл оқу мәдениеті жоспарын жасаған кезде ата-аналар да оған қол қояды, кітап оқиды, міндетті түрде 12 айға 12 кітап деп тұр. Енді бұдан кейін ата-аналар жалпы біз өз бюджетімізде мына көркем әдебиет сатып алуға болатындай жағдайды қарастыруымыз керек. Әрине түсінуге болады, кітаптар қазір қымбат, айлық аздау болуы мүмкін. Ал енді кітапхана бар бізде. Кітапханаға бару мәдениеті, кітапханада кітап оқу мәдениеті, яғни осыны да қарастыруымыз керек. Білім алу құқығы, бастауыш және негізгі орта білімнің міндеті. Кеше Фейсбукта көріп қалдым. Неге негізгі орта білім міндетті деп жазылған. Ал жоғары сыныпта оқу міндетті емес пе деп. Жоқ, 9-шы сыныпқа дейін оқу міндетті бала. Бұл не деген сөз? Сыныпта баланы оқытқанда қазір біз тиімді әдістермен оқытып, барлық бала сапалы білім алатындай жағдай жасауымыз керек. Барлық баланы бағалау, оның жетістікке жетуіне біз жағдай жасауымыз керек. Бұл 33-ші бап тек қана білім алу емес, сапалы білім алу құқығы. Сондықтан да осыған мән беру керек. Мектепте сапалы білім алу құқығы. Жаңағы ар-ожданға байланысты, ар-намысына байланысты мен айтып кететін бір ойым бар. Жалпы мұғалімнің ар-намысы қалай қорғалады? Мектепте ол өте маңызды. Неліктен? Ой, кешіріңіздер. Қазір мынандай ата-аналар келеді, блогерлар келеді, неше түрлі мектепке. Мұғалімді камераға түсіріп, оны әлеуметтік желіге жариялап, таратып, барлық жерге жаман сөз айту. Қазір ол да заңмен жауапкершілікке тартылады ол әрекетте. Сондықтан немесе мектеп педагогтері директорды түсіріп, блогерлер келіп, білгенін істеп, әлеуметтік желіге салып, міне осындай жасап жатыр. Блогерлер кімдер? Олар сот емес қой, соттайтын келіп. Олар халыққа жеткізуі мүмкін мұң-мұқтажын, халықтың мұң-мұқтажын камераның ар жағында тұрған халыққа жеткізуі мүмкін. Әрине барлығы заң жүйесінде, мәдениетті түрде қорқыту, үркіту, оның барлығы заңсыз. Сондықтан осы ар-намысы тура осылай оқушылар да жасай алмайды. Мұғалімді камераға түсіріп, оны әлеуметтік желіге салу, жүктеу, жариялау, бұл да заңсыз. Осыны егер осындай жағдай болса, ата-ана айыппұл төлейді. Енді барлығын айта бермейсің, әрине, бұл жерде барлығын сыйғыза алмаймыз. Дегенмен жаңа ұмытып кетіппін, бұл міндетті нәрсе. 36-шы бап міне. Басқаның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу және мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті. Бұл жерде де міне ар-намысын, басқаның ар-намысына жаңағы баптағы пунктке ұқсас, осыны ескеруіміз керек. Енді рәміздер деген кезде, рәміздер қараңыздар. Біз оқушылармен кейде рәміздердің суретін саламыз. Сол рәміздердің салынған суреті бар қағаздар аяқ астында немесе қоқыс шелекте жатқаны қалай болады? Сол дұрыс болады ма? Қазір рәміздерге байланысты өз алдында жаңа заң бар, білесіздер, иә?
яғни жаңағыдай кір болмау керек, лас болмау керек, жыртылмау керек. Міне осыған біз абай болуымыз керек. Әр жерде жатпау керек. Жаңағыдай осы біздің Қазақстан туының суреті, тіпті оны оқушы салса да үйіне алып кетсін. Табиғатты сақтау міндеті. Мемлекет адамның өмір сүруіне, денсаулығына қолайлы болатын қоршаған ортаны қорғауды мақсат етеді. Қоршаған ортаға қатер төндіретін фактілер дейміз. Бұл бала мысалға бір нәрсеге от қою. Кеше қай жақта бір жерде бала үйінің жанында тұрған шөпке өрт қойып жіберген, барлығы өртеніп кеткен. Мысалы көшеде кетіп баратып бір нәрсені өртей салу, бір нәрсені сындыра салу, осының барлығы қатер төндіретін фактілер деп саналады, және бұл тәрбие сағатында қаралу керек. Енді бұл сабағымыздың соңында мектепшілік парламент деген бар, өзін өзі басқару моделі бар мектепте. Бұдан кейін мектепшілік құрылтай моделі болады. Мен мысалға бірінші сабақта мен Конституция негіздері курсы бойынша бірінші сабақты салайын деп жатырмын. Ол жерде біз преамбуланы оқытуымыз керек. Сол сабақтарда балалар мектепшілік жаңағыдай Конституцияның баптарын жасауы мүмкін, сынып Конституциясының баптарын жасауы мүмкін, оның преамбуласын жазуы мүмкін өздері қосылып. Сондықтан мұнда да өзгеріс болады. Мектептің өзін өзі басқару ұйымында да өзгерістер болатын сияқты. Рахмет, бұл менің қысқаша ойым. Осы нәрсеге өз идеяларыңызды қосып, толықтырып, өзгертіп, мен ұмытып кеткен жерді, тастап кеткен жерді жаңағы өздеріңіз толықтырып айтсаңыздар болады. Рахмет, мен осымен аяқтаймын сабағымды. Келесі видеоларда кездескенше 8 мен 10-11-ге өткізілетін заң тәртіп сабағында жүргізетін боламын.